Сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен шұжықтан жасалған пирожкидің рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: қуырылған шұжық, қуырылған жуа және қара бұрыш. Пирожкиге арналған салмамызды осылай араластырып аламыз. Ашып тұрған қамырымызды алып, жайып, осындай дөңгелек пішінді формаға бөлеміз. Дайын тұрған салмамызды осы қамырдың ортасына салып, видеодағыдай етіп бүреміз. Қызып тұрған майда дайын болған пирожкиіміздің екі жағын қызартып, қуырып аламыз. Пирожкиіміз дайын. Қыздар, үйде жасап көруге барлығыңызға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Қыздар, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Барлығыңызға ас болсын.